Қайырлы күн, қымбатты оқушым. Бізде бүгін математика сабағы 2-ші сынып 19-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы разрядтан аттап ауызша қосу және азайту тәсілдері. Бірінші есеп: сандарды қосу және азайту тәсілдерін түсіндір. Қай есептеу тәсілі тиімді? 35 қосу 8, бізде 8 санын 2 бөлікке жіктеп алған 5 және 3 деп. Жақшаның ішінде 35-ке 5-ті қосамыз. Жақшаның сыртында қосу 3. Бізде жақшаның ішінде 40 шығады, оған 3-ті қосамыз, 43. Екінші тәсіл: бізде 35-ті жіктеген 30 және 5 деп жіктеп аламыз. Жақшаның сыртында 30 қалады, жақшаның ішінде 5 қосу 8 тең 30 қосу 13, 43 шығады. Енді азайтуда да солай. 43 азайту 8. Бұл жерде 8 санын 3 және 5 деп жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 43 азайту 3, жақшаның сыртында азайту 5 болады. 40-тан 5 алғанда 35 шығады. Екінші тәсіл: бізде 43-ті 30 және 13 деп жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 13-тен 8 азайтамыз, 5 шығады. 30-ға 5-ті қосқанда 35 шығады. Енді қай тәсіл бізге тиімді? Бізге бірінші тәсілі тиімді, я балалар? Екінші есеп: сандарды қосу және азайту тәсілдерін түсіндір. Қай есептеу тәсілі тиімді? Енді бұл жерде бізде 2 таңбалы сандар берілген. 39-ды және 54-ті де жіктеп аламыз. 39-ды 30 және 9 деп, 54-ті 50 және 4 деп. Енді 30 және 50-ді бір жақшаның ішіне қосамыз. 9 қосу 4-ті екінші жақшаның ішіне қосамыз. Бізде бірінші жақшада 80 шығады, екінші жақшада 13 шығады. Сонда жауабы 93 шығады. Екінші тәсіл: 39-ды осылай күйінде қалдырамыз, 54-ті 50 және 4 деп жіктейміз. Жақшаның ішінде 39 қосу 50, жақшаның сыртында қосу 4 деп жазамыз. Жақшаның ішінде бізде 89 шығады, оған 4-ті қосамыз, 93 шығады. Азайту амалында да бірінші тәсілде екеуін де жіктеп аламыз. 80 және 13 деп. Мына жерде қате кеткен балалар. 39-ды 30 және 9 деп жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 80-нен 30-ды азайтамыз, екінші жақшада 13-тен 9-ды азайтамыз. Шыққан мәндерін қосамыз, сонда 54 шығады. Екінші тәсіл: 93-ті қалдырамыз да 39-ды 30 және 9 деп жіктеп аламыз. 93-тен 30-ды азайтамыз жақшаның ішінде, жақшаның сыртында азайту 9. 63-тен 9-ды азайтамыз, бізде 54 шығады. Бұл жерде де балалар бізге бірінші тәсілі тиімдірек. Үшінші есеп: өрнектердің мәнін әртүрлі тәсілмен есепте. Бұл есепті бірінші және екінші есептегі үлгі бойынша шығарамыз. Бірінші тәсіл бойынша бізде 2 таңбалы есеп берілген, екеуін де жіктеп аламыз. 60 және 9, 20 және 5 деп. Жақшаның ішіне 60-ға 20-ны қосамыз, екінші жақшада 9-ды 5-ті қосамыз. Тең 80 қосу 14, тең 94 шығады. Екінші тәсіл бойынша тек қана екінші қосылғышты жіктеп аламыз, 20 және 5 деп. Жақшаның ішіне 69 қосу 20, жақшаның сыртында қосу 5 болады. Жақшаның ішінде бізде 89 шығады, оған 5-ті қоссақ 94 шығады. Енді азайту амалын шығарамыз. Бұл жерде бірінші азайтқышты жіктеп аламыз, 7 және 2 деп. Жақшаның ішінде 37-ден 7-ні азайтамыз. Жақшаның сыртында азайту 2. Бізде жақшаның ішінде 30 шығады, 30-дан 2-ні азайтқанда 28 шығады. Екінші тәсілде бізде азайғышты 20 және 17 деп жіктейміз. Жақшаның сыртында 20 қалады, жақшаның ішінде 17 азайту 9. Тең 20 қосу 8, 28 шығады. Екі тәсілде бізде жауаптары бірдей шығады. Ары қарай барлық есептерді осылай 2 тәсіл бойынша шығарамыз. Мына жерде 58-де бізде 40 және 18 деп жіктейміз. Қай тәсілмен шығарсаң да жауабы 1 шығады. Бұл жерде бізде есепте 2 тәсілді де қолдан деп тұр, сол себепті 2 тәсілмен шығардық. Төртінші есеп: есептемей-ақ салыстыр. Бізде қосу және азайту амалдары берілген, қосындыларды және айырманы салыстырамыз. Бізде 34 қосу 47, 47 қосу 37 берілген. Бұл жерде 47 бірдей қосылғыштар. Екінші қосылғыш бізде 34, 37, яғни 37 бізде үлкен болады. Келесі 53 азайғыш бірдей, азайтқыштарын салыстырамыз. 15, 14. Енді бұл жерде саннан үлкен санды азайтсақ кіші сан шығады, кіші санды азайтсақ үлкен сан шығады. Сол себепті 14 бізде үлкен болады.
39 азайту 27, 39 азайту 25. Бұл жерде де солай азайғыштар бірдей. Азайтқыштар 27 және 25, сонда бізде 25 үлкен болады. Келесі 39 қосу 27, 39 қосу 25. Енді біз бұл жерде қосылғыш, сол себепті 39 бірдей, 27 25-тен үлкен болады. 5-ші есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы: әкем 35 жаста, ал анам 30 жаста. Әкем анамнан неше жас үлкен? Қысқаша шартын құрып аламыз. Шешуі 35-тен 30-ды азайтамыз, 5 шығады. Жауабы: әкем анамнан 5 жас үлкен. Ә нұсқасы: 5 жыл бұрын мөлдір 3 жаста еді. 7 жылдан кейін ол неше жаста болады? Шартын құрамыз бұнда да қысқаша. Яғни 5 жыл бұрын 3 жаста еді, 7 жастан кейін белгісіз, жасы. Шешуі: 5-ке 3-ті қосамыз, оған 7-ні қосамыз, 8, 8-ге 7 қосқанда 15. Яғни жауабы: 7 жылдан кейін ол 15 жаста болды. 6-шы есеп. Бір-бірімен өзара байланысты өрнектер жұбын тап. 27 қосу 4 және 31 азайту 4. Екеуі өзара жұп. Неге? Себебі 27-ге 4-ті қосқанда бізде 31 шығады, 31-ден 4-ті азайтқанда 27 шығады. 67 қосу 17 және 84 азайту 17. Екеуі өзара жұп өрнектер. Себебі 67-ге 17 қосқанда 84 шығады, 84-тен 17-ні азайтқанда 67 шығады. Осылай 48 қосу 6 және 54 азайту 6, 36 қосу 29 және 65 азайту 29, 78 қосу 13 және 91 азайту 13, 36 қосу 29 және 65 азайту 29 өрнектері өзара бір-бірімен жұп. 7-ші есеп. Мысалдарды шығар. 39 қосу 4. Бұл жерде 4-ті 2 бөлікке бөлеміз, 1 және 3 деп. Жақшаның ішінде 39-ға 1-ді қосамыз, 40,